Мен мына Gymkit деген приложение туралы түсіндіргім келіп жатыр. Оқытушылар енді бір не приложениені қолдана беруден кейбір балалар, студенттер жалығады. Мына жерде қазір Gymkit деген бір приложение бар. Бұл жердегі мағына бұл баланың 5-7-8 минутқа ойын ойнату. Бұл жерде әртүрлі ойындар бар. Мысалға сіз осы Gymkit дегенді ашылғаннан кейін өзіңіздің Google неңізбен ашасыз, адресіңізбен, сосын New Kit дегенді барсаңыз, мына жерге өзіңіздің атыңызды, мысалға сосын language, өзіңіздің қай тілді таңдайтыныңызды жазасыз. Мына жерде барлық түрлер бар. Даже міне қазақ тілінде дейін бар. Қазақ тілін таңдасаңыздар да болады. Мен мына жерде ағылшын тілін таңдаймын. Сөйтіп, мына жерде қандай нені өтіп жатыр, қандай мамандықта, мысалға, соны таңдасаңыздар болады. Инженер, математика, история, мына жерде әртүрлі. Мен language деген таңдаймын. Сосын мына жерге өзіңіздің суретіңіз, немесе мына суреттің любойын қойсаңыз болады. Мысалға мен мына суретті аламын. Енді бұл жерге өзіңіз сұрақ қойсаңыз болады. Мына жерде қарап отырсаңыз, қазір сұрақ өзіңіз қойсаңыз болады. Немесе AI арқылы сұрақтар жазсаңыз болады. Немесе карточкамен сұрақтар жазсаңыз болады. Немесе Kit Collab өзінің ішіндегі сұрақтар болуы мүмкін. Немесе сұрақтардың ішінен біреуін таңдайсыз. Енді ол жерде өзіңіз білесіз. Мен мысалы add question деймін. Мына жерге мысалға өзіңіз сурет қойсаңыз болады. Немесе аудио қойсаңыз болады. Немесе формулалар қойсаңыз болады. Любой бір мысалға сұрайық. Сөйттікті қоя салдық. Жауап енді қысқартумен жаза салдым. Ұзағынан жазып отырмаш. Мына жерге міне сұрақ кетті. Енді осына шен бір жаңағы мынау өтірік қой, енді жаңағы нені ойынды мына өзіміз жасап шықтық. Енді play осы жерде ойын ойнайтын болсақ, мына жерде ойынның әртүрлісі бар. Міне қарап отырсаңыздар, қазіргі балалар ойнайтын ойындар ғой, сол кішкентай кезімізде ойнайтын едік қой, неше түрлі. Сол сияқты, мысалға мына біреуді таңдай салайық. Continue деген басамыз. Сосын негізі ақылы, бірақ бұның бір уақыты бар. Сол уақыттардың арасында ақсыз ойнай аласыздар. Мына жерге адамдар қосылу керек, сол бойынша ойна алады. Мына жерге енді өзіңіз білесіз, неге қойып балаларды ойнатсаңыз болады. Немесе өзіңіз мына жерге кіріп көрсетейін, қалай болатынын. Қандай болып не көрсетілетін. Қосылмай жатыр. Енді мен просто любой бір ойын таңдай салайыншы. Бұл ойындар өте қызық, балалар өте қатты қызығып ойнайды. Бір-бірімен сол жерде енді кішкентай балалар сияқты басқаларын күтуге де болады. Бір болмаса өздеріңіз ойнасаңыздар болады. Мысалы, білмеймін, әйтеуір біреуін таңдадым, мен бұларды түсінбеймін бұл ойындар, бірақ балалар өздері таңдап ойнаса болады. Мысалға осылай. Соның арасында мысалы мынаның энергиясы бітеді, мына бір домалақ ойнап жатқан. Мына жерде батареясы өлді деген кезде бұлар answer questions деп тұрады. Сонда сұрақтарға басады да, осы жерде любой біреуін таңдайды. Сөйтеді де ары қарай өшіріп тастайды да, ары қарай ойынын жалғастыра береді. Мысалы, онымен жүрсе болады. Қимылдап мынаны атса болады мысалы. Бір-бірімен не қылады ғой, ойнайды. Соның арасында міне уже энергияң таусылды, сен қайтадан сұрақтарға жауап беремін. Мына жерде мен қарап жатқан жоқпын, мен сұрақтар әртүрлі ғой.
Бұл просто мысал ретінде жасаған болатын адамдарға көрсету үшін. Мен студенттерді арасында солай ойнатқам. Мына жерлерде неше түрлі болады, заданиялар берілетіндер болады. Мысалы, мынау крафт дейді, соны бірдеңені істеу керек. Соны ойнап, олар өздері жасау керек. Мен ондай ойындар ойнап көрмегендіктен сіздерге түсіндіре алмай тұрмын. Бірақ бұл өте қызық болып саналады. Аты Jim Kit. Егер де студенттеріңізбен жаңағыдай онлайн отырып немесе үлкен телевизорда ойнатасыздар ғой, енді ана класста, сол кезде бұны ойнатуға болады. Ол үшін өздеріңіз зерттеп ары қарай көресіздер. Бұл жерде 3-4 адам қосылу керек, сөйтіп ойнау керек. Бүгін осы программаны көрсеттім, Jim Kit. Одан кейін келесі тағы да басқаларын көрсете беремін. Мен каналымды қарап отырсаңыздар, әртүрлі қызық жасанды интеллектпен байланысты немесе оқытушылардың біліктілігін арттыратын неше түрлі нелерді ашып көрсетемін.